Бүгінгі сөздері осылай болады. Тысыр, ұйғару, қойын, артық, отағасы, анағұрлым, шегу, зардап шегу, бастау, асты үстіне түсу, айтып айтпа, айтып айтпай не керек, болып шығу, дер кезінде. Қазір мен сөздерді орыс тіліне оқимын. Тыңдап алыңыз. Шорох. Решать думать. Пазуха. Лишний. Глава семьи. Гораздо. Переживать, испытывать. Курить. Понести ущерб. Начинать. Угождать. Одним словом. Что толку говорить? Оказаться. Вовремя. Осы тізімінен шығарманы жазбақпын. Шығармамды жазып оқып берейін. Тыңдап тұрыңыздар. Бірінші эпизод қажырлы жұмысым. Зерттеушілердің соңғы зерттеулері бойынша көзіліс толы жүйкесі қысатын жұмысы қарағанда іш пысатын күннен күніне бірдей жұмысының денсаулыққа зиян екендігі болып шықты. Осылай жұмыс істейтін адамдар анағұрлым көбірек зардап шегуде, өйткені олардың миына қан ақырындап ағады. Құдайға шүкір, менің жұмысым осылай емес. Мен құрылыс саласында инженер мамандығы бойынша жұмыс істеймін. Жұмысым қажырлы екен айтуға болады. Жұмыс күнім сағат 7-де басталады. Күн басында жұмыс жоспарларын анықтап, күн мақсаттарын ойғарамын. Қосымша жұмысы болса, қосымша ресурстары үшін сұраныс тапсырамын. Жұмысшылар сапалы жұмыс істеу үшін олардың жұмыс істеуге қатысты талаптарды асты үстіне түсемін. Айтып айтпай не керек. Құрылыс алаңдағы жұмысшылары ең маңызды әрі бағалы жұмыстың буын екенін жақсы түсінемін. Біріншіден, қауіпсіз ортасы қамтамасыздану керек. Ақша дер кезінде төлеуде тым маңызды. Олардың отағасы ретінде отбасылары асыруға парызы бар. Айтып айтпа жұмысымды жақсы көремін. Екінші эпизод сурет. Менде қысқын демені жақсы көремін. Өткен демалыс күні мұржаға барып, бір суретті көрдім. Суретте мынадай жағдай бейнеленген. Түрксіб темір жолы жобасының құрылысы болып жатыр. Шаршап кеткен жұмысшы жұмыс күні бітіргеннен соң рельске отырып, қойнынан нан шығарып жеді. Оның бет әлпетіне ұйқыға құлап жатырмын деп қалауы бейнеленген. Сурет маған ол ұйқыға түссе, оны ешқандай шу немесе тысыры ұйқыдан көтере алмады деп әсер қалдырды. Әдеттегідей келесі жаттығу диктант. Бірінші эпизод. Қажырлы жұмысым. Зерттеушілердің соңғы зерттеулері бойынша көзіліс толы жүйкесі
қысатын жұмысы қарағанда ышпысатын күнінен күніне бірдей жұмысының денсаулыққа зиян екендігін болып шықты. Осылай жұмыс істейтін адамдар анағұрлым көбірек зардап шегуде. Өйткені олардың миына қан ақырындап ағады. Құдайға шүкір, менің жұмысым осылай емес. Мен құрылыс саласында инженер мамандығы бойынша жұмыс істеймін. Жұмысым қажырлы екен айтуға болады. Жұмыс күнім сағат 7-де басталады. Күн басында жұмыс жоспарларын анықтап, күн мақсаттарын ұйғарамын. Қосымша жұмысы болса, қосымша ресурстары үшін сұраныс тапсырамын. Жұмысшылар сапалы жұмыс істеу үшін олардың жұмыс істеуге қатысты талаптарды асты үстіне түсемін. Айтып айтпа не керек? Құрылыс алаңдағы жұмысшылары ең маңызды әрі бағалы жұмыстың буын екенін жақсы түсінемін. Біріншіден, қауіпсіз ортасы қамтамасыздану керек. Ақша дер кезінде төлеуде тым маңызды. Олардың отағасы ретінде отбасыларын асырауға парызы бар. Айтып айтпа, жұмысымды жақсы көремін. Екінші эпизод. Сурет. Менде кескін демені жақсы көремін. Өткен демалыс күні мұражайға барып, бір суретті көрдім. Суретте мынадай жағдай бейнеленген.
Түрксіб темір жолы жобасының құрылысы болып жатыр. Шаршап кеткен жұмысшы жұмыс күні бітіргеннен соң рельске отырып қойнынан нан шығарып жеді. Оның бет әлпетіне ұйқыға құлап жатырмын деп қалауы бейнеленген. Сурет маған ол ұйқыға түссе, оны ешқандай шу немесе тысыры ұйқыдан көтерер алмады деп әсер қалдырды. Диктант бітті. Келесі жаттығу синхрон аудармасы. Мен сіздерге мәтінді орысша оқимын. Эпизод 1. Моя трудная, но любимая работа. Последние исследования показали, что работа, полная стресса и нервотрепки, менее вредна для здоровья, чем изо дня в день повторяющаяся однообразная работа. Люди на такой работе страдают гораздо сильнее, потому что у них замедляется кровоток в мозге. Слава Богу, моя работа не такая. Я работаю инженером в строительной отрасли. Можно сказать, что работа у меня трудоемкая. Рабочий день начинается в 7 утра. В начале дня я определяю план работ и ставлю задачи на день. Если появляются дополнительные работы, подаю заявку на дополнительные ресурсы. Чтобы рабочие работали качественно, я выполняю всех их требования от А до Я. Понимаю, что строители на площадке – самая важная и самая ценная часть всей работы. В первую очередь им нужно обеспечить безопасную среду. Во-вторых, платить зарплату вовремя. Будучи главами семей, их обязанность – кормить семью. Одним словом, я свою работу очень люблю. Эпизод 2. Картина. Я также люблю живопись. На прошлых выходных ходил в музей и видел одну картину. На ней изображена такая ситуация. Идет строительство Турксиба. Уставший рабочий, закончив смену, сел прямо на рельс, достал хлеб из-за пазухи и ест. На его лице написано желание спать. Впечатление такое, что если он уснет, то ни крик, ни шорох не смогут его разбудить.